Сәлем достар, сендермен бірге мен Дәкіш, және бүгінгі видеода біз FIFA 15-тен Астана мен Барселона ойнайтын боламыз. Бұдан не шығатынын көреміз. Достар, мен ұтылып қалсам айып етпеңіздер. Барселона мықты команда екенін білесіздер. Астанадан деңгейі көп команда. Сондықтан мені жамандап ойнай алмайды дегендей нетудің қажет жоқ. Так, достар, мен профессионал ойнаймын. Ары қарай нететін болсақ, ұту вообще гол салу мүмкін емес. Сондықтан профессионалға қоямыз. Так, Астана арена. Так, міне Деспотович, кімдек Нейрі Мужиков шақ қояқ. Так, Марин Томас, Шейтов, Постников, Аничич, Шомко, Туумаси, Бейсенбеков, Ненат Эриш вараттан қорғайтын. Ал ендіше кеттік. Так. Штраф өтеміз. Достар, негізінде FIFA 15-тің FIFA 16 деп бұнға 17, 18, 19 дегендерге сұраған қарағанда тибу оңай. Мен болельщиктердің дауыстарын желетіп қойдым. Так, Месси, Маевский, Пике, тип Мужиков, Тер Штеген. Ё-май, Астананың бірінші шабуылы және Серхио Роберто, және Луис Суарес, Бейсенбеков, Луис Суареске қарсы. Так, Постников енді, Аничич тағы да Суарездің допта алайын деген, бірақ Шомко угловойға кетіріп жіберді. Так. Дауыс қуып тұрды. Теу жүрек біз орында. Шейтов, Аничич, Бейсенбеков. Так. Артқа пас беруінек. Не деген пас. Постников. Жарайсын. Бірақ соның өзімді алынып қат. Жайып, бірақ зато Паулинодан әдемі алып кетті. Шомко. Так, давай. Маси. Не мынау. Так. Давай. Деспотович, жүгіршіш. Не мынау. Так, мына Барселона ойны өте қиын екен. Так. Опа, давай, Туумаси. Деспотович офсайд. Тип, сүзбеу керек еді, видео түсірген нарушение біз қойдық біз. Тағы да ма? Ё-май, гол кіріп кетейін деді оны. Так. Ё-май, қалай өтіп кетті? Екі ортада өтіп кетті. Так, біз алға қарай кете берейік, үстіне берейік. Астана, давай, Туумаси, скоростың. Замах. Замах істешіш. Ё-май. Деспотович бол өзіміз жүгірейік. Жоқ, олай емес. Пастас ойнайық. Қай жерлері болса да. Пикеде бір. Так. Не болып кетті, ё-май. Томас. Марин Томас. Пикеден өту керек. Ё-май. Астында ешкім жоқ, көріп тұрсыз, достар. Пас бере қоятын. Постников, Томас, Серхио Роберто қарсы, және так, Томас, Полжик, Маевский, Ракетичке қарсы. Гол салдық па, тек гол емес, тек.
Қараңызшы қалай тепкен. Бірақ ыңғайсыз депті, соның өзінде любой адам сала алмайды деуге де болады бұл жерден. Өйткені ол жер өте қиын. Так, мужик тақындап пикеге кәдімгі жабысып жүр ғой. Нереально бойы кішкентай болып жабысып жүрген де. Шомко. Ай, Деспотович. Юптейтейді. Деспотович. И мынау зат достар, ё-моё. Қараңыздаршы достар. Бірақ оның үстіне кім Месси ма? Бізге жабысып жүрген жаңа. Әйтеуір сол бізге теуге нетті. Кедергі жасады. Сондықтан Деспотович теу алмауы шығар. Или қарт жүріп келіп теуі мүмкін емес. Негізінде мүмкін емес дегенде қиын болады. Так, біз бастаймыз. Артқа пас берейік сразу. Так. Аничич, Шомко. Серік Мужиков. Деспотович. Ай, достар, негізінде Астана неге затқа қоспаған екен FIFA 19-ға. Сонда дәл болар еді. Так. Алдын жабамыз. Салдырып қою керек, басты голды. Немесе гол салып Инеста. Достар. Мессиге жасайын қиын болады өте. Оны білетін шығарсыздар біздер. Луис Суарес алдап кетті. Бір қимылмен. Так, Каутиньо дан етеуі мүмкін. Тепкізбедік. Серхио Бускетс. Так, Джорди Алба болды. Не істеп жүрсің? Так. Біз аламыз ба? Жақсы болған көрші. Ой, давай. Ё-ну, жүгіретін жүр. Дос, стадионда бірдеңе деп орысша айтып отыр, кәдімгідей. Тип Маевский. Ё-о-о. Бұлайынан соққы жақсы болды. Жойқын дейді. Так. Серхио Роберто. Томас Серхио Роберто Майрин Томас қарсы. Және Каутиньо да қарсы. Шитов. Молодец. Жарайсың. Деспотович. Пас бер Твумасиге. Алда. Пас бер енді. Так, артқа пас сонек. Ё-моё, дос. Ё-моё, достар. Қараңызшы, аз қалды. Достар, бізге өте қиын болатын болды. Өйткені Осман Дембеле шығайын жатыр. Дембелеге Астананың жанкелері ысқырып жатыр. Дембеленің түрі ұқсамайды десек те болады. Так. Жаңаның повторын көрсетпей ме не? Жарайды. Жаң. Так, достар, біз замен істеп алайық. Так, мен Томасты ауыстырамын, Мұртазаевты шығарамын. Так, Бейсебеков. Абзал Бейсебеков нақтай еді. Так, Абзал Бейсебеков өз позициясына қойдық. Станожевич дейма, соны қойық, кеттік. Дембеленің аңғараңызшы, дриблинг те бар, жылдамдық та бар. Қараңыздар, енді ойын өзгеріп кетті, Дембеле келгеннен кейін уже. Солай десек те болады. Достар, біз защита қойып алдық бізде. Салдық па? Жарайсың.
Давай, Мужиков. Деспотович. Емтейтейді алдап өтіп кеткенде гол салуға болатын еді. Енді Мұртазаев. Допты алып ал. Мощный прессингті осып қояқ, давай. Инестадан алып. Дембеледен тепкізбең. Фол. Месси салып кетуі мүмкін, әйрін достар. Абай болу керек. Секірің. Ұста. Ё-моё. Тұр, Эриш, орнына тұр. Секірің. Ұста. Ё-моё. Тұр, Эриш, орнына тұр. Ё-моё, достар, көрдіңіздер. Айтпаңыз Месси салып кетуі мүмкін деп. Болмады деп. Ё-моё. Инестан алдада Бейсенбеков. Енді Андре Гомес деп өте алмадық. Гомес дейма, сондай. Тумасы ашық. Жүгірінді. 90 плюс. Ё-моё, достар. Біреу бізді травма алып қалды. Касан ауыстырып жүрек. Мужиков травма алып қалды. Так, болды. Енді бізде ары қарай замен жоқ. Ұста. Эриш. Ай, достар, құрыдық. Эриш. Ай, достар, құрыдық. Эриш. Ё-моё. Қандай сейф? Достар. Офсайд емес па? Аман айт. Эй, не зат мынау? Эриш. Тағы да бізді құрақ құтқарып қалды. Эриш, жарайсың. Опа. Жаман алдап кетедік та. Так, біздің бірінші экстра тайм бітті. Енді екінші экстра таймда гол салу керек, немесе гол өткізбеу керек. Біздің мақсатымыз сол. Ұту керек, немесе тең есеп ету керек. Аз қалды. Ойнауға желанес қашып кеткен типа. Роберто. Мә, кеткен жоқ па не? Постников. Пас берем да. Үстіне. Низат, ё-моё, вообще. Ойнау жарайды, ештеңе айтпай-ақ қойын, шөз жоқ десек те болады. Мессидің доп бермеу керек негізінде. Дембеле. Жорделі пас берді. 110 минутта асалып кетуге аз қалды. Давай. Уақыт бермей ма? Да, пенальти енді. Дұрыс теппей қалдық. Гол. Осылай ұстап тұрайық. Давай, Эриш. Тіріпті, давай. Ортаға тегі салған көрсің. Так. Деспотович. Теп. Гол. Жарайсың. Енді Месси. Лионель Месси. Тебетін болады қазір. Ё-моё. Так, Шомко. Давай. Салтта. Жарайсың. Шомко. Дембелен кетіру керек енді. Оң жақ қыптыға тебетін сияқты менің ойымша. Ё-моё. Давай, туылмасы ұлдарау теуіп жүрш.
Жарайсың. Так, Инеста сол жаққа тебетін сияқты. Ё-моё. Давай, они шештіз. Хорош. Давай. Эриш, трептіс пикен ударым, давай. Давай. Жарайсың, Эриш. Оттық біз, достар. Оттық, бірақ бұл пенальтиден. Достар, көрдіңіздер, Эриштің керемет сейв жасап. Сіздердің видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар, сіздермен болған мен Дәкіш. Видеоға лайк қойыңыздар. Келесіде енді Қазақстан құрамасымен ойнайтын боламын. Сау болыңыздар.